Баршаңызға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді цветная капустадан салат дайындаймыз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Жақсылап 2 түйір сәбіз пайдаландым, кішілеу. Содан соң қиярды осылай бөліктерге бөліп, ұзынша етіп турап аламыз. Қызанақты да дәл солай ұзынша етіп турап аламыз. Содан кейін цветная капустаны 2-3 минут қана суда қайнатып қосасыздар. Содан кейін чеснокты теркадан немесе пышақпен турасаңыздар да болады. Ұсақтап турап салатымызға қосамыз. Осындай цветная болгарскийді тоже ұзынша етіп тураймыз. Қызыл және сары пайдаландым. Өте түсі әдемі, дәмі күшті болады. 2 дана салат жапырағын осылай қолмен жұлып турап саласыздар. Укроп немесе петрушканы аз етіп турап саламыз. Кинзаның жапырағын немесе осылай ұнтағын салсаңыздар болады. Паприка, қант, китайский соль, жай тұз, сосын ащы бұрыш салып, үстіне қызып тұрған ыстық майымызды құйып араластырамыз. Қолмен араластырмаңыздар, қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін ыстық майға. Сол үшін қасықпен немесе осылай шипчикпен жақсылап араластырып аламыз. Цветная капустадан өте дәмді салатымыз дайын, өте оңай, жасалу жолы қарапайым. Міндетті түрде жасап көріңіздер және өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.